Сәлем, бүгін 8-ші сыныптың сутек тақырыбына арналған біліміңді тексер тапсырмаларын орындайтын боламыз. Бірінші сұрақ: сутекке жалпы сипаттама беріңдер. Сутектің химиялық таңбасы H, салыстырмалы атомдық массасы 1-ге тең. Сутек Менделеев жасаған химиялық элементтердің периодтық жүйесінде бірінші орынға орналасқан. Химиялық элемент атомдары ішіндегі ең кішісі, ең жеңілі сутек атомдары. Жайы зат сутектің молекуласы 2 атомнан тұрады. Химиялық формуласы H2. Екінші сұрақ: сутектің табиғаты таралуы жайлы айтыңдар. Сутек әлемде ең көп таралған элемент. Ол күннің және көптеген жұлдыздардың ең негізгі құрам бөлігі. Жер қыртысындағы сутектің массалық үлесі 1%. Сутек судың, табиғи газдың, мұнайдың, өсімдіктер мен жануарлар организмінің құрамына кіреді. Үшінші сұрақ: суретте не бейнеленген? Естеріңе түсіріңдер, толық түсінік беріңдер. Суретте сутек изотоптары берілген, яғни протий, дейтерий, третий деп аталады. Біріншісіне назар аударатын болсаңыздар, ядро заряды 1-ге, массасы 1-ге тең, яғни оның құрамында бір ғана протон бар. Дейтерийде ядро заряды 1-ге, массасы 2-ге тең, өйткені ол протоннан және нейтроннан құралған. Үшінші, ядро заряды 1-ге, ал массасы 3-ге тең, себебі ол 1 протоннан және 2 нейтроннан тұрады. Олардың массалары әртүрлі болғанымен, ядро зарядтары 1-ге тең, себебі барлығы 1 протоннан тұрады. Төртінші сұрақ: сутекті жинау әдісі қай суретте бейнеленген? Неліктен сутекті жинау үшін дәл осындай әдіс керек? Б суреті, өйткені сутек ауадан жеңіл. Сутекті Б суретінде көрсетілгендей ауаны ығыстыру әдісімен жинайды. Бесінші сұрақ: литий, калий, барийдің сумен әрекеттесу реакциясының теңдеулерін жазыңдар. Айта кететін жағдай, H2O-ны HOH деп өзгертіп жазуға болады. 2 литий қосылған 2 HOH түзеді 2 литий OH плюс H2. 2 калий қосылған 2 HOH түзеді 2 калий OH қосылған H2. Барий қосылған 2 HOH түзеді барий OH2 плюс H2. Бірінші есеп: су мен метанның құрамындағы сутектің массалық үлесін есептеңдер. Есепті шығару үшін массалық үлестен масса еріген зат бөлінген масса ерітінді көбейтілген 100% формуласын қолданатын боламыз. Бізге ерітіндінің массасы қажет. Ол үшін біз судың молярлы массасын табамыз, ол 18 граммға тең. Ал еріген затымыз бізде сутек, сондықтан еріген заттың массасы бізде 2-ге тең. Сонда 2 бөлінген 18 көбейтілген 100% түзеді 11,11%. Бұл судың құрамындағы сутектің массалық үлесі. Келесі метан. Метанды біз еріген ерітінді ретінде қолданамыз. Оның молярлы массасы 16-ға яғни тең, ал сутектің массасы бізде осы CH4-те, яғни метанда 4-ге тең. Яғни еріген затымыз 4-ге тең, ерітіндіміз 16-ға тең, яғни 4 бөлінген 16 көбейту 100% тең 25%. Бұл дегеніміз метанның құрамындағы сутектің массасы 25%. Екінші есеп: қалыпты жағдайда сутекті 0,1 моль, 0,5 моль, 5 моль зат мөлшері қанша көлем алады? Бұл есеп үшін В тең болады ню көбейтілген ВМ формуласын қолданамыз. Ню дегеніміз зат мөлшері, ВМ дегеніміз мольдік көлем, ол қалыпты жағдай, яғни 22,4 литр мольге тең. Есепті осы формулаға қойып шығарып шығамыз. Сіздерге көрсетіп жазып қойдым. Үшінші есеп: массасы 9,8 грамм H2SO4, яғни күкірт қышқылымен әрекеттесетін мырыштың зат мөлшері мен массасын табыңдар. Үшінші есепті шығару үшін ең алдымен реакция теңдеуін жазамыз. Цинк қосылған H2SO4 түзеді цинк SO4 қосылған H2. Бізде есептің шарты бойынша цинктің зат мөлшерін және де массасын табу керек. Ең алдымен массасын тауып алуға болады. Ол үшін цинктің үстіне X деп қоямыз, яғни оның массасы белгісіз X грамм. Есептің шарты бойынша H2SO4-міз бізде 9,8 граммға тең. H2SO4-тің салыстырмалы молекулалық массасы 98 граммға тең, ал цинктікі 65 граммға тең. Осы жерден біз X граммды, яғни цинктің массасын тауып ала аламыз. Ол үшін пропорция құрамыз. X грамм цинк 9,8 грамм
H2SO4-ті түссем, 65 грамм цинк, 98 грамм H2SO4-ті түзеді. Яғни осы жерден X тең болады бізде 6,5 граммға. Яғни біздің цинктің массасы, масса цинк тең 6,5 граммға. Енді осы жерден біз ньюді, яғни зат мөлшерін таба аламыз. Ол үшін нью тең болады масса бөлінген малярлы масса формуласын қолдана аламыз. Бізде цинктің массасы белгілі, ол 6,5. Ал малярлы массасы белгілі, ол 65-ке тең. Сонда жауабым 0,1 моль. Жауабым масса цинк бізде 6,5 грамм, зат мөлшері цинк 0,1 моль. Егер саған видео ұнаған болса, подписаться ет, лайк, комментарий қалдыр. Бұл мен үшін өте маңызды.